Баршаңызға қайырлы күн. Мен Абай облысы, Семей қаласы, Ыбырай Алтынсарин атындағы номер 37-ші гимназиясының 10-шы Б сынып оқушысы Маратов Амир Қанатұлымын. Біздің ғылыми жобаның тақырыбы декарбонизация технологиясы арқылы зиянды газдарды бейтараптандыру. Бұл жобаның қазіргі таңдағы өзектілігі ол атмосфераға бөлінетін көміртекті қосылыстарды азайту немесе бейтараптандыру процестерін зерттеу. Зерттеудің негізгі аспектілері ол зиянды газдардың қоршаған ауаға әсері, сіңіру, абсорбция, химиялық реакциялар арқылы бейтараптандыру процесін іске асыру, катализаторлар мен фильтрлардың тиімділігі, зиянды газдарды қайта өндіріске пайдалану. Жобаның экологиялық маңызы жасанды ауа тазартқыштарды жасау технологиясы. Таза технологиялар арқылы жасыл экономиканың дамуына өзінің үлесін қосу, оқушылардың экологиялық сауаттылығы. Бұл зерттеудегі негізгі тәжірибелер СО2, яғни көмір қышқыл газын бейтараптандыру, фильтр немесе сіңіргіш заттар арқылы бұл процестің іске асырылуы. Олай болса, біздің жобамыздың қондырғымыздың химиялық реакцияларына шолу жасайық. Біздегі бірінші жүретін реакция ол көміртек пен оттектің қосылу нәтижесіндегі көмір қышқыл газының түзілуі. Екінші реакция көмір қышқыл газы мен судың әрекеттесуі нәтижесінде көмір қышқылының түзілуі. Үшінші реакциямыз көмір қышқылы цинкпен өзара қатынасқа түскендегі цинк карбонаты мен сутегі газ түрінде бөлініп шығуы. Олай болса, біздің құрылғымыздың, қондырғымыздың сызба нұсқасына назар аударайық. Бұл жерде біздің бірінші бөлімде отынның жанып, көмір қышқылы түзілу процесі. Кейін көмір қышқылы жоғарғы қысымдағы тасымалдаушы арқылы араластырғыш ортаға өтеді. Араластырғыш ортада техникалық су, яғни H2O мен араласып, көмір қышқылын түзеді. Келесі бөлімде цинк сүзгі катализаторы. Көмір қышқылы цинк сүзгі катализаторынан өтіп, химиялық процестің нәтижесінде бізде цинк СО3, цинк карбонаты және сутегі таза күйінде бөлінеді, ал қалған артылған су тазартылуға жіберіледі. Тазартылған техникалық су дәл солай жоғарғы қысымда тасымалдауыш арқылы тасымалданып, араластырғыш ортаға қайта келеді. Біздегі бұл процесс үздіксіз цинк карбонаты мен сутекті бөлініп шығаратындықтан бізде қосымша техникалық су қарастырылған. Олай болса, біздің қондырғымыздың сызба нұсқасының көрінісіне назар аударайық. Міне осы жерде бізде зиянды газдар сіңіріліп, жоғарғы қысымдағы тасымалдауыш арқылы бізде араластырғыш ортаға келеді. Араластырғыш ортада техникалық су түтік арқылы айдалады. Осы жерде бізде көмір қышқыл газы сумен әрекеттесіп, көмір қышқылы түзіледі. Кейін бізде сүзгі катализатор бөліміне өтеді. Сүзгі катализатор бөлімінде тұнба ретінде цинк карбонаты және осы түтік арқылы таза күйінде сутегі айдалады. Ал қалған су қайта өңдеуге жіберіледі.